Сәлеметсіздер ме? 6 сынып оқушылары, бүгінгі видеода жаңадан бөлім бастаймыз, яғни 3-ші бөлім Unit 3 Our Countryside. Осы бөлімді бастайтын боламыз. Оқушылар видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетулеріңді сұраймын. Ендеше сабақты бастаймыз. Exercise 1. Match the animals in the box with photos 1 till 16 in the eye-to-eye quiz on page 33. Яғни 33-ші беттегі eye-to-eye деген көзға қараңдар дейді, яғни 1-ден 16-ға дейінгі көздер берілген, сол көздер қандай жануарлардың көздері дейді. Which photo is not an eye? Қандай фотода мына берілген жануарлардың көзі жоқ дейді. Бірінші мына сөздерді аударып алайық. Snake, жылан, frog, бақа, elephant, піл, bear, аю, parrot, тотықұс, owl, үкі, human, адам, shark, бұл акула, crocodile, крокодил, whale, бұл кит, spider, өрмекші, seal, итбалық, butterfly, көбелек, falcon, falcon дегеніміз бұл сұңқар. Falcon сұңқар, chameleon, хамелеон, fly, яғни ұшу деген сөз. Енді жауабы, photo 14 is not an eye, it's a butterfly wing дейді. 14-ші суреттегі, яғни бұл көбелектің көзі дейді, яғни ол айтылмаған дейді. Сонда бірінші жаттығудың жауабы, photo 14 is not an eye, it's a butterfly wing дейді. Келесі екінші жаттығу, оқушылар түсінікті болса, екінші жаттығуға назар аударамыз. Look at the key phrases, яғни ключевые словаларға қара дейді. Which phrases do we use for things we see and which for things we hear? Қандай айтылған қай тіркестерді біз көреміз, қайсысын естиміз, қайсысын екеуін де бірге қолданамыз дейді. Яғни 3 бағанаға бөліп жазуымыз керек. Things we see, it looks like a or an, it doesn't look like a or an. Яғни бұл жақсы көрініп тұр, немесе бұл жақсы көрініп тұрған жоқ дейді. Яғни бұны біз көре аламыз. Things we hear, біз естиміз дейді. It sounds like a, an. Бұл жақсы естіліп тұр дейді. It doesn't sound like a or an. Яғни бұл естіліп тұрған жоқ дейді. Енді екеуі де. Things we see and hear. Біз көреміз және естиміз дейді. Maybe it's a or an. I'm sure it's a or an. Яғни екінші жаттығудың жауабы осы. Оқушылар жазып аламыз. Келесі үшінші жаттығу. Exercise 3. Compare your answers to exercise 1 using the key phrases. Then listen and check. Бірінші жаттығудағы жауаптарыңды текстер дейді. Екіні жазып болсақ, үшке назар аударамыз. Бұл жерде бірінші whale, kit, spider, өрмекші. Яғни бұл жерде біз көзді орындауымыз керек. Сендерге оңай болу үшін, мен түсінікті болу үшін қазақша аудармаларын жазып қойдым. Бірінші бұл whale, екінші spider, үшінші owl, төртінші shark, бесінші human, яғни адамның көзі, алтыншы snake, жыланның көзі, жетінші бұл, яғни ұшу, сегізінші seal, итбалық дейді, тоғызыншы falcon, сұңқар, оныншы parrot, тотықұс, 11-ші бұл frog, яғни бақаныкі, 12 пілдікі, elephant, 13 хамелеондікі, 14 көбелектікі, 15 крокодилдікі, 16 аюдың көзі екен. Яғни осы үшінші жаттығу көзді орындау болатын. Жазып аламыз оқушылар. Келесі төртінші жаттығу. Listen and identify the animals. Тыңда және жануарлар туралы тыңда дейді. Use the key phrases in exercise 2. Яғни екінші жаттығудағы ключевые словаларды қолданып жазуымыз керек. Біріншісі тыңдалымдағы an owl дейді, яғни үкі. Екіншісі a fly, бұл ұшу. Үшіншісі a frog, төртінші falcon, бесінші seal, алтыншы whale, the seventh bear, the eighth a snake болады екен. Жазып аламыз оқушылар. Келесі бесінші жаттығу. Exercise 5. Check the meaning of the words in blue. Көкпен жазылған сөздердің мағынасын анықта дейді. Then choose an animal in exercise 1 and answer the questions in 1 till 8.
яғни бірінші жаттығуда айтылған жануарлардың бірін таңдап, сол жануарлар бойынша мына 8 сұраққа жауап бер дейді. Бірінші сөздерді аударып алайық. Бірінші live дейді. Бұл өмір сүру, бір жерде тұрады деген сияқты. Екінші attack, бұл шабуыл жасау. Үшінші eat, жеу. Төртінші swim, жүзу. Бесінші fly, ұшу. Climb, өрмелеу. Hunt, аңшылық екен. Енді сұрақтарға жауап береміз. Жазып аламыз аудармаларын, содан соң сұрақтарға жауап береміз. Бірінші, does it live in this country? Ол сенің қалаңда немесе тұратын жерінде өмір сүреді ме дейді. Яғни мен бұл жерде бір аңды таңдау керек болатын. Ол мен жануар, яғни жыланды таңдадым. Snakes live in different countries. Яғни жыландар әртүрлі елді мекенде өмір сүреді деп жаздым. Енді екінші сұрақ, does it attack humans? Олар адамдарға шабуыл жасай ма дейді. Яғни олар адамдарды шағып алуы мүмкін. Yes, it does деп жазамыз. Үшінші, does it meat? Яғни ет жейді ме дейді. Яғни жыландар ет жемейді. No, it doesn't деп жауап береміз. Төртінші, does it swim? Ол жүзе алады ма дейді. Яғни жыландар суда жүзеді. Yes, it does дейміз. Бесінші, does it fly? Ол шалады ма дейді. No, it doesn't. Ол шалмайды дейміз. Алтыншы сұрақ, has it got more than 4 legs? Төрттен көп аяғы бар ма дейді. Яғни оның аяқтары жоқ. No, it doesn't болады. Жетінші, does it climb the trees? Яғни ағаштарға өрмелейді ме дейді. Жыландар ағаштарға өрмелейді, яғни yes, it does болады. Сегізінші, does it hunt fish? Яғни балық аулайды ма дейді. Балықпен қоректене ма дейді. Яғни yes, it does. Олар балықты қорек етеді екен. Сонымен біздің 5-ші жаттығуымыз аяқталды оқушылар. Келесі 6-ші жаттығу. Working pairs. Бұл жерде жұптық тапсырма. Each think of an animal that lives in your country. Then ask questions to guess your partner's animal. Use the questions in exercise 5 and your own ideas. Яғни бұл жерде 5-ші жаттығудағы сұрақтарды қолдансақ болады. Содан қасыңдағы досыңа сұрақ қой дейді. Does it attack humans? Бір жануарды ойлаймыз, яғни бағанағы жануарлардың ішінен ойлаймыз да, сол бойынша сұрақтарға жауап береміз. Does it attack humans? Ол адамдарға шабуыл жасайды ма дейді. No, it doesn't дейміз, жоқ дейміз. Келесі, has it got more than 4 legs? Оның 4-тен көп аяғы бар ма дейді. Жоқ дейміз. Does it climb trees? Ағаштарға өрмелейді ме дейді. Yes, it does дейміз. Яғни өздерің қалаған бір жануарды, жаңағы айтылған жануарлардың ішінен біреуін таңдап, бұл жерде бұны қатып жазып көшіріп алу міндетті емес оқушылар. Бір жануарды таңдаймыз, сол бойынша 5-ші жаттығудағы сұрақтарды пайдаланып, сол жануар бойынша жауап береміз. Оқушылар түсінікті деп ойлаймын. Енді осымен біздің сабағымыз аяқталды. Егерде қандай да бір сұрақтарың болып жатса, комментарийға жазып кетсеңдер болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар оқушылар.